Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Менімен бірге тауық қанаттары мен картоптан жасалған өте керемет дәмді тағамды бірге дайындап көріңіздер. Бұл тағамды дайындау тез болғандықтан барлығының қолынан келеді, әрі барлығы жасай алады. Десе де мен сіздерге өзімнің рецептіммен бөліскім келеді. Бірінші тауықтың қанаттарын қазір маринадтайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың қанаттарын алып, керек емес жерін бөліп тастаймыз. Видеода көрсетілгендей пышақпен кесіп алып тастаймыз, себебі піскен кезде бұл жері қатты болып қалады, сондықтан бізге қажет емес. Міне достар, тауықтың қанаттарын алып тастадық, керек емес жерін. Енді дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Ол үшін чеснок және де басқа да дәмдеуіштер қажет. Ең алдымен чеснокты майдалап, ұсақтап, турап қосатын боламыз. Үйлеріңізде бар кез келген тағамға осындай тауық етіне қосатын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен видеода тұз, паприка, кориандр, базилик және де соя соусы, одан соң 1-2 ас қасық майонез қостым. Өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, 30 минутқа тоңазытқышқа немесе салқын жерге маринадтауға қойып қоямыз. Тауық етін немесе кез келген етті маринадтаудың ерекшелігі ол өзінің бойына дәмдеуіштерді сіңіріп, піскен кезде өте дәмді, керемет болып піседі. Барлықтарыңыз білесіздер, тауық етінің қасына осындай картоп ерекше дәм беріп тұрады. Осылай картоптарды тазалап алдым және де оны осындай кескішпен кесіп, осылай видеода көрсетілгендей етіп турап шығатын боламын. Картоптардың дәмі ерекше болу үшін мен арнайы картопқа арналған дәмдеуішті қостым. Егер картопқа арналған дәмдеуіш жоқ болса, үйлеріңізде тұз, бұрыш және басқа да өзіңізге ұнайтын дәмдеуішті қосып араластырсаңыз болады. «30 минут маринадталған тауық пен картопты осындай арнайы пісіруге арналған целлофанымызға екеуін араластырып салып, 240 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз.
Целлофанды видеода көрсетілгендей осылай 3-4 жерінен тесіп шығамыз. Міне достар, тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, иісі өте керемет. Үйдегі жақындарыңызға жасап қуантсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.